Tağамның берекесі, ас тағамның берекесі, тағамның алдынан қолын жуу деді. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп астың алдында қол жуу сүннет болады. Біз дастарханда отырасыз бәріңіз. Қазақтар кешек біледі. Қазақтар келген кезде, ассаламу алейкум деп амандасады бәрімен. Құда, бәлен. Енді отыр десем, қолын жуып көрейін, тоқтай тұрыңыздар деп шығып береді. Бәріміз білеміз. Сол әдепсіздік болады. Сәлемді ауызша бересің болды. Енді көргің деп, көрмей, ғашығың деп болып баратса, кейін тамақтан шыққаннан кейін амандаса бересің, көрісе бересің. Бірақ тағамның алдында бұны істелінбейді бұл. Бұл. Одан кейін барып, құрметті ағайындар, пайғамбарымыз қолын жуу деді. Тамақ ішіп болғаннан кейін де қолын жуу және аузын шаю деді. Аузын шаю сүннет. Тамақ ішіп болдыңыз, бәрі бітті, альхамдулилля дедіңіз, болдыңыз, Құдайға рахметіңізді айттыңыз, одан кейін суға барасыз. Енді баяғы аталарымыз бұл, енді өте ғажап кісілер еді. Ондай бізде заман жоқ қазір, бірақ енді кино болып қалды ғой олардың істегені. Қолға су алып келетін бала. Бала қолға су алып келеді. Су алып келгенде суын шашырамашының астына шөп салады. Шылапшынға жаңағы тазикке. Оны енді тек қана кинодан көретін болдық. Ресторанда көресіз қазір. Басқа жерде істемейді біздің балаларымыз. Қол аяғым бар ғой деп жуып алып дейді. Сосын барып өзіміз демек қолымызды жуамыз. Жарайды, оғандай шүкір, бірақ аузымызды шайып тастаған бұл сүннет болады. Ұмытып қалмайық. Сүт ішкенде ғана пайғамбарымыз алейхиссалам аузын шайқаған. Не бұлай істейсіз дегенде, сүттің ішінде май бар деген. Сол май мына тістердің аузының арасында қалып қояды, бұл ауру алып келеді деген екен. Пайғамбарымыз ол кезде бактерия дегенді білмеген, микроб дегенді білмеген. Бірақ солай айтқанда пайғамбарымыз сүттің май қалып қалады. Адамның аузында май қалып қалса, біраз уақытқа дейін жүргеннен кейін тістердің арасында ірейді де сасиды ол. Соны адамның аузынан иіс шығады. Сол үшін сүт ішкен, ыстық тамақ ішкен адам міндетті түрде шай ішіп болғаннан бәрі ішіп болған аузыңызды шайып түкіріп тастайсыз. Бұл сүннет болады пайғамбарымызға дейсіз. Демек, мұсылман адам міндетті түрде құрметті бауырлар тамақ ішіп болғаннан кейін аузын шаюды өзіне әдетке айландыру керек. Оң қол сүннет болады тамақ ішкен кезде. Оң қолмен баланы үйретіңіз. Көп адамдар айтады, солақай болса не істейміз дейді. Солақайды оңқайға үйрету керек. Не үшін солақай? Жаратылған жоқ. Ол өз-өзін соған үйреткен. Адамды алкаш болып жаратқан жоқ Аллах Тағала. Ол өзі ішті. Пайғамбарымыз алейхиссаламға бір жігіт осылай отырып тамақ ішті. Пайғамбарымыз қараса, анау сол қолмен ішеді екен. Оған айтты, оң қолмен ішті. Жай айтты. Сөйтіп жаңа жігіт зекіп, маған оң жақтың керегі жоқ деді. Мына айтқандай, не үшін жаратқанда бұлай? Неге ішпеймін, керегі жоқ деді ол. Керегі болмаса Аллаху акбар деп еді, оң жақ істемеді. Оң жақ істемеді. Шама келсе, қиын дұрыс. Елдің бәрі домбыраны оң қолмен былай тақса, сен былай ұстап отқан теріс болады. Сол шама жеткенше өзіңді үйретуге тырысу керек. Біріншісі тамақтан бастап үйрену керек. Ручка жарайды, сол қолмен жаза бер. Бірақ тамақтан бастағанда бұл Алланың нағметі беріп қойған жақсылығы. Сондықтан кішкентай енді өсіп кеткен анау уже қатпағандар енді кеттім болды енді соны. Бірақ кішкентай баланы оң жағына үйрету керек. Аяқ киім киген кезде оң жақтан үйрету керек. Шешкен кезде сол жақтан үйрету керек. Сол оңқай соңқай болуы біздің тәрбиеміздің болмағанын деп түсіне беріңіз. Бізге ұрсып оң бәрін мен есімде, сіздің де есімде шығар, әкеңіз оң қолмен жүр, оң қолмен жүр деген бәрімізге айтқан шығар. Сөйтіп зорлады. Оң қолмен жеңілмей, сол қолмен де жеңген уақыт. Бірақ есіне түсіп, ұрысқаны, таяқ жеген есінде болса, демек саған тәрбие дұрыс берді деген сөз. Сол үшін оңға қарай үйрену керек. Енді солақай болып баратса, енді кетіп қалған болса, болды енді кетті соны, ешқандай проблемасы жоқ. Бірақ пайғамбарымыз айтқандай, оң жағына үйретілу бұл сүннеттің іші болады. Пайғамбарымыз алейхиссалам қайтарған істердің бірі үрлеу, тамаққа үрлеу. Тамақтың ыстық болсын, суық болсын, оған үрлеуге болмайды. Үфтеп үрлеуге болмайды. Бұны қайтарған пайғамбарымыз алейхиссалам, бұны жасамаймыз. Пайғамбарымыз алейхиссалам әр қашан бұйырған әдеп сүннет бойынша әркім өзінің алдына жеу керек. Біреудің алдына қол созуға болмайды. Біреудің алдынан қол әркім өз алдынан жейді. Енді сенің алдыңа ет түспей қалса, қазының бәрі ананың алдында болса, онда сұрап алып жейсің. Берші бұл қазын, сенің бәрі алдына сенің түсіп кетті ойлап, сұрап аласыз. Ол былай қарағанда шарт деп алып қоймайсыз. Сұрап аласыз.
мынаны алып жейін, салмапты, бел алма түспей қапты деп, содан кейін алып жесеңіз, бұл рұқсат болады дінімізде. Аз-аздан жеу керек. Аз-аздан шамаңызға қарай жеу керек. Сүннеттің бірі мына қолмен жеуді үйрену керек. Дұрыс, қолыңызға ұстай алмасаңыз, мәселен ана біз күрішті жей алмасақ қолмен, онда қасықпен жаңағы жейсіз. Бірақ қалай болғанда да қолмен жегеннің денсаулыққа да бәріне пайдалығы жақсы, шашпай төкпей жейсіз. Алдыңызға жан-жаққа түсіп қалғандар болса, алып теріп жеп қойыңыз. Анау шелпекті сындырған кезде үлкен табақтың үстіне, еттің үстіне, пловтың үстіне, немесе өзіңіздің чайыңыздың үстіне сындырасыз. Соны әдет қыламыз. Неге? Өйткені түскен нан сіздің чайыңызға түссін, Аллахқа шүкір қоясыз, жақсы болады. Ысырап болмайды. Бұл нанның қасиеті емес бұл жерде. Бұл Құдайдың берген нәрсесін ысырап қылмау деген сөз. Біз нанға сыймаймыз, бауырлар. Нанға сыйып кетіп жүрмеңіздер, нан қасиетті деп, кейбір жерге барсаңыз, нанды сүйіп, бүйтіп, айландырып, бүйтіп, қалдават етіп жіберетіндер бар, сиқырлап. Бұндай нәрсе керек емес, бұл ширк болады, бұл күнә болады, олай істелінбейді. Бұл нанды бүйтіп сүйіп, бүйткендер бұл үлкен қате жасалады. Нанды құрметтейміз, Құдайдың бір немі. Нан не, су не, плов не, бәрі бірдей, ол ешқандай айырмашылығы жоқ Құдайдың нағметі. Бірақ жаңағы сыйыну бұл қате болады. Қысқасы нанның қоқын теріп жеп қойыңыз. Күріш болса, күріштің қоқын теріп жеп қойыңыз. Қай нәрсе болса да ысырап етпеу бұл дініміздің бірінші бұйрығы болады. Астын алдында қалдырмау. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам табақты жалап жейтін еді. Табақты жалап жейтін еді. Енді тамақ жалайтын жерде бұл жерде енді бір әдеп, құрметті бауырлар, үйіңізде жалайсыз. Өз үйіңізде. Біреудің үйіне барып тамақ жаламайсыз. Ол дұрыс түсінбеуі мүмкін, ашынып бір қағаз салып береді сізге. Жаңа бір қонаққа бар, бір жерге барғанда жалап атсаңыз, жоқ, өзіміз жуамыз деп айтты ғой. Сол сияқты дұрыс түсінбей жүрмес. Пайғамбарымыз алейхиссалам тәтті нәрселерді жегенді жақсы көрген. Құрма, халва, сондай нәрселерді қолдануға тырысыңыз. Тағамға қосыңыз. Әсіресе құрмадан алып жеп тұрыңыз. Күніне бір рет, екі рет құрма, немесе күніне бір құрмадан жеп тұрған адамға жын шайтан жоламайды бауырлар. Күніне бір құрмадан жеп тұрыңыз. Қандай болсын, иранский болсын, арабский болсын, ажуа болсын, мәселе одан емес. Ең арзаны болса да бір құрманы ертеңінде немесе кешкісіне жеп тұрыңыз. Бұл сүннет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынау майлардың ішінде зәйтүн майын жақсы көрген. Ғалымдар таң қалған. Майларды зерттеген кезде ішінде ең концентраты төмен, холестерин ең төмен зәйтүн майы болып шыққан. Пайғамбарымыз алейхиссалам оны оқымай-ақ білген. Зәйтүн майын қолданған. Одан кейін жаңа пісте майы басқа кете береді. Асты кінәлау бұл өте үлкен қателік болады. Әсіресе біреудің үйіне барған кезде ақыл үйретпей-ақ қойыңыз. Мынау салат мынандай болу керек еді, ет былай пісіру керек еді. Бізде бәрі академик болып кетті, еттің маманы. Ет мынандай болып қапты, наверное, семіз қой, наверное, арық болған қой, тастай суға қойған қой, қайнатып жіберген қой, қатындардан асып кетті. Біз әйелдер қалды, әйелдер білмей қалды. Бұны қою керек. Біреудің үйіне барғанда тамағын сынамаңыз. Күйіп қалған болса да үндемей тәттекенде жей беріңіз болды. Рахметіне айтып жеңіз. Оның шамасы сол шығар, жеткені сол шығар, білгені сол болар. Қайтесіз енді оны түзететін сіз емес, ол ата-анасынан көрмеген адамға сіз үйрете алмайсыз. Сондықтан біреу үйіне қонақ шақырды ма, чикі болса да жеңіз, жемесеңіз тойып тұратын деп қоя саласыз. Бірақ оның тамағын кінәлап, жаңа үйдің иесі өзі ең соңында кінәлі болып қалмасын. Шақырғанына бізді өкініп. Сол үшін бұндай нәрсе жасау бұл мұсылманға жақпаған нәрсе.